Солтүстік қазақстандықтарды мазалайтын әлеуметтік мәселелердің бірі ауыз су. Әсіресе елді мекен тұрғындары таза суға зәру. Су ақылы. Суды трактормен әкеледі. Ақшасын төлейміз, құйып береді. Су таусылған кезде біз қайтадан тапсырыс береміз. Ал тапсырыс келемін дегенше қарды ерітіп ішеміз. Олар сіздердің келетіндеріңізді білген соң, суды қосты. Есесіне ертең немесе оның арғы күні су болмайды. Қарада тұрыңыз. Тұрғындардың айтуынша ауыз су белгіленген уақытпен беріледі. Егер суды алып үлгермей қалған жағдайда, тұрғынның өзі кінәлі болады. Ұран белсенділері ауыз су мәселесін көтерген екі елді мекеннің халқымен кездесті. Содан соң Становое Белое ауылы тұрғындарының ауыз суға қатысты сұрақтарын тікелей аудан әкіміне қойдық. Әлеуметтік мәселелерді шешуге қоғам белсенділері бірге атсалыссаңыздар. Себебі сіздер айтып отырған тұрғындардың ауыз сусыз екені бізге де айдан анық белгілі. Кездесу нәтижесінде аудан әкімінің біз барған елді мекендерге келесі 2021 жылы ауыз су беріледі деген уәдесін алдық. И вот опять же по поручению с Облыс әкімінің тапсырысына сәйкес Покровка, Белое ауылдарына су құбырын тартуға қатысты жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуді өткен жыл қолға алдық. Биыл құжаттаманы әзірлеп аяқтадық. Ал жобаны жүзеге асыруды келесі жылы бастаймыз. То есть мы уже выйдем на следующий год с готовым проектом. Ұран белсенділері өтініш білдірген тұрғындардың ауыз су мәселесінің шешілуін басты назарда ұстайды. Қажет болған жағдайда аталған елді мекендерге барып, мәселенің мән-жайын қайта көтеретін болады. Егер қателеспесем, елімізде ауыз су бағдарламасы 2002 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Содан бері 18 жыл ішінде ештеңе істелген жоқ. Істелінген жағдайын өзінде жеткіліксіз, кәсіби түрде емес. Яғни тиісті қаржы бөлінеді, бірақ жергілікті жердегі адамдар жұмыс істемейді.